Бәріңізге ассалаумағалейкум. Қазақстан ДНР мен ЛНРді мойындамайды. Бұл мәлімет тағы да бас айтылды. Мәскеу өз халқын жаппай қырып жойып жатқаны рас па? Дағыстандықтар шынымен де көтеріліп жатыр ма? Ресейден осы уақытқа дейін қанша еркек кіндікті қашып кетті? Бөлімшелер өртеніп, әскерлері еденде ұйықтап жүрген ресейліктердің масқара болғандығы туралы не дейміз? Бұл туралы өте өзекті әрі қорқынышты ақпараттарды сізге көрген дұрыс. Патша көңілді біздің қолдаушы көрермендер. Бар болғаны 15 секундыңызды қиып, видеомызға лайк басып, арнамызға тіркеліп, қасында шыққан кішкентай ғана қоңыраушаны түртіп қойсаңыздар. Сіздердің бізге көрсеткен қолдауларыңыз зор шабыт пен еңбегіміздің жемісі болып табылмақ. Кеттік ендеше. Оған. Не қылды? Ана, сенесін тапты. Нормально езішіңмен? А ты скорый сағыдайшы, скорый. Уже есін білмейді вообще, тесте жіберші. Ойын шығар саған адамның өмірі, тесте жібер. Қазақ елді баршаларыңыздан сұрарым. Мені барлықтарыңыз видеоны көріп біліп өтсіздер, шынайы екеніне көздеріңізде жетіп отырған шығар. Жолдасымның жағдай өте ауыр, қыстың күнінде де басқа уақытта да жағдайымыз мәз емес, осылай болып қала береміз. Баршаларыңыздан өтініп сұрарым, біздің мұқтаждығымызды түсіне қол ұшын беріп жәрдем етсеңіздер. Сіздерге мен сенемін, Алла разылығы үшін көмектеріңізді аямасаңыздар екен. Осы ағамыз әпкеміз осындай халде жағдай түсіп тұр. Енді ары қарай не болған айтпақ қояйық. Өте төмен отбасы екен. Өз көзбен көрген өте қиын екен. Қазақ елі барынша көмек етейінші. Мына қарындасымыздың қарашы, кішкентай болса да папасына көмек етіп, әкесім жүрші деп тілеп жүр. Осы үйлі өте төмен отбасы екен. Қазақ елі сіздерге тенем, тезірек үйлі қылайшы бұларды. Бір жүттенде де болса да, тиын болмаса да, видеоны барынша таратайшы. Қазақ елі сіздерге тенем, қазақ елі. Әпке, аға, бәрі жақты болады, ойындамаңыздар. Қазақстан Украинаның сепаратистік аумақтарында өткен референдумдар туралы нақты ұстанымын білдірді. 23 қыркүйек ресейлік басқыншылар бақылауын алған Украинаның Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облыстарында Ресейге қосылу туралы референдумның басталғаны туралы жарияланды. Әлемнің өркениетті елдері бұл референдумдарда ешқандай ереже сақталмай, қарулы адамдардың бақылауында өтіп жатқанын айтып, оны мойындаудан бас тартты. Бүгін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі де Украина аумағында өтіп жатқан референдумдарды мойындамайтынын ресми мәлімдеді. Луганск Халық Республикасы мен Донецк Халық Республикасы деп өзін-өзі жариялаған мемлекеттердің және Запорожье мен Херсон облыстарының әскери әкімшіліктерінің Ресейге қосылу туралы референдумдар өткізуіне келетін болсақ, Қазақстан мемлекеттердің аумақтық тұтастығы, олардың егемендік теңдігі және бейбіт қатар өмір сүру қағидаттарын негізге алады. Қазақстан Республикасының президенті бірнеше рет, оның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен жақында ғана сөйлеген сөзінде осы дүниежүзілік әмбебап ұйымның жарғысына негізделген халықаралық құқық қағидатын бұлжытпай сақтаудың маңыздылығы туралы мәлімдеді. Біз саяси диалог орнату үшін жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екенімізді тағы да растаймыз. Бұл ретте еліміз тұрақтылықты өңірлік, әрі жаһандық деңгейде сақтауды аса маңызды міндет санайды, деді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров. Ал референдум өткізушілер 3 күн ішінде қарумен қорқытып, референдумға қатыстырған сайлаушыларының Луганскіде 76,9%, Донецкіде 77,2% келді деп жариялаған. Сонымен референдум өткен болып есептелмек. Ресейде мобилизация жалғасуда. Жартылай мобилизация Ресей қоғамын хаосқа салып қойды. Елден кетушілер саны сағат санап артуда. Ал Мәскеу оларды тоқтату үшін шекараны жабуды ұсынып отыр.
Мобилизацияға қарсылардың басым бөлігі Путин билігін қолдайтындар. Олар мобилизацияға дейін соғысты қолдап, агрессияны жақтағандар. Көліктеріне Z белгісін жабыстырып өз позицияларын білдіргендер еді. Алайда мобилизация барлығын өзгертті. Және әлеуметтік желіде агрессияны қолдаумен шынайы соғысқа қатысудың айырмашылығы жер мен көкте екенін ресейліктер жақсы түсінеді. Сол себепті олар енді соғысты жақтаушылар емес, бейбіт өмірді аңсаушылар болып шыға келді. Көлігі барлар көлікке отырып, Қазақстан, Моңғолия, Грузия, Беларусь асып жатыр. Ал шекара жақын еместері ұшаққа билет алып, Түркия мен Дубайға, Сербияға кетуге талпынуда. Соңғы ақпараттарға сенсек, мобилизация жараланған сәттен бастап Ресейден 261 мың ер адам шығып кеткен. Олардың барлығы дерлік кері қайтуға ниетті емес, және ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүшелдердің қатарында ұзақ қалуды ойламайды. Мәскеудің сұрауы бойынша өздерін кері қайтарып жіберуі мүмкін деп санайды. Сондықтан тез арада басқа елге кетуді ойластыруда. Ал ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйым елдерін транзит ретінде қолдануда. Ресейдегі мобилизация процесіне шақырушылардың көңілі толмайтыны анық көрінуде. Мыңдаған мобилизацияланғандар Ресей билігінің өздерін тіпті қарапайым тамақпен қамтамасыз ете алмай жатқанын айтады. Бір тобы жатын орын жоқ, суық еденде жатырмыз десе, енді бірі орманның ішінде от жағып жылынып отырған видеоларын салды. Ал мобилизацияланғандардың ішінде ішімдікке сылқия тойып, ұйықтап қалған немесе жанындағының жағасынан алып төбелес шығарған видеолар бүгінде әлеуметтік желіде кеңінен тарауда. Военкоматта жүрек ұстап ауруханаға аттанғандар да жетерлік. Халық қарсылығы кей аймақтарда военкоматтарға өрт қоюмен көрініс табуда. Ал Иркутск қаласында мобилизацияға шақырылған 25 жастағы жігіт тіпті военкомды атып тастаған жағдай тіркелді. Ресей билігі мобилизацияны талапқа сай жүргізбеген аймақтарға ескерту жасап, қоғам алдында түсіп кеткен беделін көтеріп алудың да амалын жасауда. Кей аймақтарда мобилизацияға мүлде қатыспаймыз деп мәлімдеуде. Мысалы, Шешенстан мобилизация процесі болмайтынын айтты. Қадыров біз жоспарды 2 есе орындап тастағанбыз деді. Қырымда дәл солай. Дағыстан халқы болса кешелі бері бұлқынып жатыр. Олар да қарсы. Ресейдегі мобилизация қазірдің өзінде Мәскеу қалағандай іске аспай жатқаны белгілі болды. Ел арасында мобилизация деп бекер айтылмаса керекті. Материалдардың барлығы abay.kz ұлттық ақпараттық порталынан алынды. Сіз үшін көрген дұрыс.